Сәлеметсіздер ме оқушылар? Так, балалар, бүгін бізде сынып сағаты. Сынып сағатының тақырыбы дос болайық. Буллингтен қорған, сен және мен, біз доспыз. Балалар, буллинг туралы не білеміз? Айта қой әлі. Буллингтен біреуді ұру, біреуді замандау, біреудің затын алып алу, ақшасын алу. Дұрыс айтасыңдар. Айта қой Расыл. Жарайсың әлі. Дұрыс. Айта бер. Біреуді ұру. Дұрыс. Дұрыс айтасыңдар. Ұрлау, біреудің затын ұрлау. Дұрыс. Мазақтау, я? Енді сол буллингсіңдердің араларында бар ма? Қалай ойлайсыңдар? Бір-бірлерінің араларында бар ма? Батыр, екеуіне күнде ұрады. Бір-бірлеріңді мазақтап, кемсітесіңдер ма? Ол батырмен күнде мазақтайды, әдені маған батыр дейді. Бірақ ол дұрыс па, балалар? Олай айтқан. Қалай ойлайсыңдар? Ал неге дұрыс емес? Неге дұрыс емес? Жоқ, мен кім не істейді деген жоқпын, балалар. Буллинг істеу не үшін дұрыс емес еді? Өйткені әтеу қайтып болғанда сен ат қатты істесің. Жақсы. Жаны? Дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Яғни буллинг деген тыныш. Буллинг деген өзіңнің қатарласыңды немесе диагноз. Отбасыңды, танымайтын адамды кез келген жерде, кез келген мекеменің ішінде кемсіту, ұру. Буллинг деген осы екен, балалар. Енді қараңдар. Мен сендерге қазір бір видео көрсетемін. Жоқ, осы неге байланысты ше? Буллингке байланысты. Сендер соны қазір көресіңдер, жақсылап мұқият тыңдайсыңдар. Ол сосын бейнероликте не айтылған, сосын соны бәріміз бірге талқылаймыз. Жақсы ма? Естілмейді. Жігіт әлсіз баланы ұрып соғу. Апай даусының кішкене басылсы. Қатты шығып ма? Иә. Әлемжеттік немесе буллинг дегеніміз не? Бала жігіт әлсіз баланы ұрып соғу, қорқыту, кекету, бопсалау, өзектеу, бөлектеу және тілдеңсу. Егер әлемжеттіктің құрбаны болсаң, не істеу керек? Ешқашан біреудің ісін көріп жүргеніңді жасырма. Ата-анаңнан, мұғалімдерден, психологтан көмек сұраудан қорықпа. Өзіңді ешқашан Дұрыс. Егер сен досыңа буллинг жасап жатса, онда құтқару керек, онымен ашық сөйлесу керек, я? Ал егер де сендерді сондай буллингке тартып жатса, не істейсіңдер? Немесе? Немесе сөйлесем. Ол дұрыс емес деп айтамыз, я? Мен ондайға қатыспаймын деп айтамыз. Ал егер буллингті саған жасап жатса, не істейсіңдер? Сендерге? Не істейсіңдер? Кімге айтасыңдар? Кімге айтасыңдар? Балалар, бізде енді кері байланыс болсын, я? Мен қазір сендерге сұрақ қоямын, сендер сол сұраққа өздеріңнің ойларыңды қоясыңдар. Қараңдар, екі дос неліктен осындай бір жағдай болса, буллингке қатысты жағдай болса, сол жағдайға не үшін тап болады деп ойлайсыңдар? Нені себебі не? Әже мықты тасып бар жатыр да, өзінен кісіні ұрайын. Өзінен әлсізін ұруы мүмкін, я? Екі достың арасында не себептен буллинг болуы мүмкін? Мысалы, Әлібидің жаған досын Нұрдәулет десек, екеуінің арасында қандай себеп кезде буллинг жасауы мүмкін бір-біріне? Төбелесіп барғаны. Сол, неден пайда болады деп ойлайсың? Тыңдап барса. Ашуланып тұрған кезде, немесе бірдеңе таласып қалған кезде, я? Ол кезде, ондай жасамау үшін не істеу керек? Сыдау керек. Ашуыңды басып, бір-бірімен жайлап сөйлесіп, солай шешу керек. Енді балалар, қалай ойлайсыңдар? Сондай жағдайдан тезірек шығу үшін не істеу керек? Көмектесу керек. Бір-біріне тәкаппар болмау керек, я? Қараңдар, бір-біріне көмектессеңдер,
Сіздер бауырмал болсаңдар, бәрінде жеңе аласыңдар. Осыған келісесіңдер ма? Келісесіңдер ма? Неге жоқ? Неге я? Неге жоқ? Неге жоқ? Балалар дұрыс қой. Егер сендер бір-біріңе бауырмал болып, бір-біріңе көмектессеңдер, сендер бір нәрсені ұтасыңдар. Сендер жеңімпаз боласыңдар. Мысалы, сендер бір сыныпсыңдар, сендер бір-біріңе көмектессіңдер, сендер басқа сыныпқа қарағанда күшті сынып боласыңдар. Деген сияқты ғой, түсінікті ма? Сондықтан әрдайым бір-бірлерге сыйластық танытып, көмектесіп жүру керек. Жақсы ма? Енді қараңдар. Сыныпта тату-тәтті араласу, татулық пен келісімді сақтау үшін бізге не қажет деп ойлайсың? Төбелеспеу керек. Яғни балалар дұрыс айтасыңдар. Біз балалар бұның барлығын бір ереже деп алады, иә? Яғни сыныптың ішінде ереже сақталса, барлық жерде ереже сақталса, онда барлық жерде тыныштық болады, иә? Мысалы, біздің Қазақстанда заң деген нәрсе бар, иә? Барлық адам заңмен жүреді, иә? Дұрыс қой, иә? Сол сияқты біздің сыныпта да егер ереже орнататын болсақ, егер де сол ережені сақтайтын болсақ, онда біздің сыныптың ішінде өз арамызда буллинг деген нәрсе болмайды. Мысалға, бірінші ереже былай қойсақ, кезекпен айтайық. Я мысалы сабақ айтатын кезде апай мен емес, кезекпен айтайық. Бір-біріміздің сөзімізді бөлмейміз. Бұл бірінші ереже дейік. Сөйлегенде дөрекі сөздерді қолданбаймыз. Бұл бізде екінші ереже болсын. Үшінші ереже. Егер бірдеңе түсініксіз болса, оны қайтадан сұрауы керек. Бұл бізде үшінші ереже болсын. Енді арбай тағы да қандай ережені сендер қосасыңдар? Осы ережені қатарың. Жақсы, бір-бірімізді ұрмайық. Ал. Тыныш, біраз отырыңдар, яғни бұның барлығын бір-бірімізді сыйлайық. Сабақ болып жатқанда асығып келмеу. Кешігіп келмеу, иә? Яғни уақытты үнемдеп, бәріміз кешікпей сабаққа дұрыс қатысайық. Яғни балалар әр сыныпта осындай бір ережелер болу қажет. Балалар, сонымен буллинг деген не? Бәріміз қорытындылайықшы. Буллинг деген не? Дұрыс айтасыңдар. Яғни бір адамды балағаттау, келісу, мазақтау, осының барлығы буллинг деп аталады. Ондай жасаймыз ба? Ондай жасамаймыз. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Кет енді. Бері қарай кел. Кел, кет. Бері қарай кел. Кет. Бері қарай кел. Кет. Бері қарай жүр. Кет. Кел. Асықпа. Кел. Асықпа. Кет. Ал балалар, енді сабақты қорытындылау мақсатында сіздермен бірге осындай ойын ойнайтын боламыз. Яғни бұл жерде буллинг, мына суреттерде немесе буллинг емес деген сияқты фото берілген, осыны екі жаққа жинақтаймыз. Маған келеді бірінші әлібек. Келтірген фотоны ала қой. Буллинг жата ма? Буллингке жатады. Жақсы. Келе қой. Жылдам, иә? Келтірген фотоны ал. Буллингке жата ма? Жатады. Келе қой. Буллинг. Жақсы. Келе қой. Бұл бізде буллинг. Жақсы. Таныш. Маған келеді. Ануар. Тыныш бала. Келе қой, Ануар, жылдам. Қолдарымды көтеріп айтпаңдар, бұл күтінде.
сананы алады. Табулинге жата ма? Жатпайды, иә? Барлық балалар бірге. Кел, апай. Айнель, кел. Тыныш, балалар, тыныш. Кел. Шыдам жүрді. Мына суретті ала ғой. Булингке жата ма? Жатпайды, иә? Жақсы. Кел, Айлин. Айлин, кел. Айтқандар үйтіп. Бұл бізде антибуллинг, иә? Булингке жатпайды екен. Ал балалар енді бәрін тексеріп. Дұрыс па, дұрыс емес па? Біздің жауаптарымыздың барлығы балалар дұрыс екен. Жарайсың.